Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында қызыл ірімшік дайындайтын боламыз. Дәмі тіл үйірер, ауыздан дәмі кетпейтін, қайта-қайта жегің келетін қызыл ірімшік. Мен үйдің сүтін қолдандым, яғни қазанымызға мен 2,5 литр сүтті құйып алдым. Сүтімізді құйып алғасын жақсылап пісіріп аламыз. Піскен сүтіміздің үстіне 1 кружка мен ашыған айран құйдым. Яғни сүтті ірітеді, лезде творог түседі. Араластырып тұрамыз жақсылап. 5-10 минуттай. Міне творогымыз дайын бола бастады. Енді оны бетін жауып қойып, байы отқа 5 сағатқа қалдырамыз. Арасында ашып араластырып тұрамыз. Енді 2 сағат өткеннен соң үстіне мен құмшекер саламын, 150-200 грамдай. Тәтті қаласаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Бір араластырып бетін жауып қоямыз. Жалпы 5 сағатта піседі. Бая отта. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Оны табақтың бетіне сүзгі марлемізді қойып, сүзіп аламыз. Өзі де бір тез сүзіледі. Суы да тез ағып кетеді өзі. Мінеке, өзі дара-дара болып түскен. Енді біріккен күйде біріккен қалпында алу үшін, яғни тығыз болу үшін үстіне ауыр зат бастырып қоюымыз керек. Бір түнге қалдырсақ болады. Мінеке, табаққа салып, үстін мен 2 литрлік банкамен бастырып қойдым. Бір түнге қалдырдым. Міне творогымыз дайын болып қалды. Марлемізден ашып алғамыз да тураймыз. 2 литрлік банкден ауыр зат қойсаңыздар да болады. Менікі шеті сәл үгітіліп тұр енді. Біріншіге болады. Бөліп алдық. Орта белін барлығы бүтін 4 бұрышты күйде, кескендей күйде шықты. Ас болсын. Жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Одан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.